Өкше жарылғанда не істеу керек? Жаз айларында көптеген адамдардың табаны жарылып, мазасы қашады. Дәл осы кезеңде сіздерге күшті лайфхакпен бөлісемін. Ол үшін дәріханадан мына метилурацил атты маз қажет. Бұл мазды қалай қолданамыз? Ең бірінші аяқты жақсылап жуып, табандарыңызға, өкшелеріңізге мазды жағып, арнайы спа нәски немесе целлофанмен орайсыз. Сыртынан нәски киіп жатасыз. Бұл маз регенерацияға бейім болғандықтан, яғни жараны жазу қасиеті болғандықтан, процедураны небәрі 2-3 рет қана жасайсыз. Осы процедураны кезек жасағаннан кейін сіздің табаныңыздағы жарылғандар кетеді. Пайдалы ақпарат үшін өзіңізге сақтап алыңыз және осы видеоға лайк басыңыз. Және сіздерден сұранарым, осы процедураны жасағаннан кейін до и после нәтижесін менің жекеме шығып жіберсеңіздер және жасасаңыздар, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер.